Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қуыршақтар. Қуыршақтар – это куклы. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздер осындай: такой, ұрыншақ, сотқар, задира, драчун, жомарт, щедрый, қызғаншақ, жадный, либо ревнивый, жалқау, ленивый. Жаңа сөздерді қайталайық. Осындай, ұрыншақ, сотқар, жомарт, қызғаншақ, жалқау. Жақсы, осы сөздерді дәптерге жазып аламыз. Келесі, осы суретте берілген қуыршақтардың қандай екенін анықтау. Ребята, по данным предложениям нам нужно определить, какие эти куклы. Кәмпит алыңыз. Менде кәмпит көп. Бұл қуыршақ жомарт екен, значит, это кукла щедрая. Жоқ, бермеймін, менікі. Бұл қызғаншақ қуыршақ. То есть, это жадная кукла. Мен гүлге су құямын. Бұл еңбекқор қуыршақтың сөзі. То есть, это кукла трудолюбивая. Мен шаршадым. Бұл қуыршақ жалқау. То есть, это кукла ленивая. Жақсы. Келесі есте сақта, яғни грамматика. Ребята, сегодня будем проходить личные окончания казахского языка. То есть, чтобы сказать, кто я, какой я, мы должны будем добавить вот эти вот личные окончания в зависимости от лица. Если мен, то к слову мы должны будем добавить окончание либо манмен, бынбын, либо пынпын. Если сен, то окончание сын, либо сын. Если сіз, окончание сыз, либо сіз. Если ол, без каких-либо окончаний. Бын-бын добавляем, если слова заканчиваются на букву «ж», пын-пын добавляем, если слова заканчиваются на глухие звуки, мын-мын при остальных случаях. Мысалы, если мы хотим сказать, что я добрый, либо добрая, мы говорим «мен мейірімдімін». Ты добрый, сен мейірімдісің. Вы добрый, сіз мейірімдісіз. И он добрый, ол мейірімді. То есть без каких-либо окончаний. Түсінікті ме, балалар? Ребята, запомните правила и сделаем следующее задание. Қажет қосымшаны жалғап айт. Вам нужно будет здесь добавить личное окончание первого лица к этим словам устно и голосовым отправить своему учителю. Обратите внимание на последние буквы этих слов. Келесі тапсырма жазбаша. Яғни тиісті қосымшаны жалғап жазу керек. Это задание письменное. Здесь тоже нужно добавить личное окончание в зависимости от лица. Выполняем в тетради. Келесі екінші тапсырма А нұсқасы, өлеңді мәнерлеп оқы. Ребята, давайте прочитаем это стихотворение вместе. Айтқан тілді алмайсың, оқуға да бармайсың. Сөйлеші, қуыршағым, неге осындай болғансың? Ұрыншақсың, сотқарсың, қызғаншақсың, жалқаусың. Сөйлеші, қуыршағым, неге осындай болғансың? Ол мектепке барады, ылғи бестік алады. Жұмсай қалсаң егерде, құлыншақтай шабады. Үйді жинап жуады, құстарға жем шашады. Шаңын сүртіп бөлменің тап-таза ғып жинайды. Еще раз самостоятельно прочитайте стихотворение. Келесі үй жұмысы. Өлең бойынша сіздерге жаман қасиеттер мен жақсы қасиеттерді тізбектеп жазу керек.
Ребята, мы с вами только что прочитали стихотворение. Теперь по нему вам нужно выполнить задание, где нужно написать, какие плохие качества говорится там и какие хорошие качества. Это задание письменное. Выполняем в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.